Құрметті Сәтбаевтықтар, мына алдымызда келатқан республика күні құтты болсын. Елімізге, қазақ еліне бар жақсылықты әлемдегі тілеймін. Бұл тарихқа үңілсек 1990 жылы 25 қазанда жоғарғы кеңестің отырысында үлкен дау-дамаймен осы күн аталып өтетін болып, республика күні ол аталған. Содан арасында үзіліс болды. Міне Қасым-Жомарт Кемелұлы президент болғаннан кейін осы республика күнін қолына алып, 3-ші жыл біздің тәуелсіз Қазақстан осыны ұлттық мереке ретінде, тәуелсіздік күні ретінде тойланып отыр. Тойымыз тойға жалғассын, арты молға ұлассын. Біздің әрине Қазақстанның аяғынан тік тұрып кету оңай болған жоқ. 90-шы жылдары 70 жыл компартияның несінде болған. Енді өзіміз егемендікті алғаннан кейін әрине кемшіліктердің тұстары да болды. Қазір енді жайқалып өсіп келе жатқан Қазақстанымыз, біздің оны қаяқтан көруге болады. Біздің қазіргі әр қалада, әр үлкен мегаполистерде мысалы үлкен зәулім құрылыстар жүріп жатыр. Бізде темір жол өте өркендеп кетті. Әуе жолы қайттан игеріліп, мына біздің жастарымыз, біздің қазіргі осы Қазақстанның тұрғындары шет елдерге көп қатынап, әлемді танытып, әлемде оқып жатыр. Жоғарғы университет, академияларда, Англия, Америкаларда, Индонезия, Сингапур сондай елдерде. Ал енді өзіміздің осы балаларымыз сондай шет елде оқып, білімін алып, өзіміздің Қазақстанның игілігіне сол білімін жаратса деген біздің арман тілегі ойымыз бар. Алдағы уақытта осы біздің өсіп келе жатқан өскелең ұрпағымыз Қазақстанды ары қарай гүлдендіріп, жайқалдырып, алдыңғы 30 елдің қатарына кіргізеді деген сенімдеміз. Әлемдегі болып атқан, мына үлкен адам болғаннан кейін ақсақалдардың атынан әлемде болып атқан зілзала, қауіп қатерден сақтасын, соғыс өртінен сақтасын. Біз соғысты көрмей кеттік. Енді мына артымыздағы немере шөберелеріміз бейбітшілік заманда өмір сүрсе деген ниеттеміз. Сондықтан осы мереке күндері қазақ еліне тілерім бейбітшілік заман болсын, қазақ елі аман болсын.